Баршаңызға ассалаумағалейкум. 14 наурызда Мұхамеджан Тазабек 2021 жылы Тәлім ТВ деп аталған асыл арна рухани ағартушылық телеарнасының басшысы қызметінен кетті. Тазабек пен Сатыбалды байланысы рухани телеарнаның бұрынғы басқарушысы наурыз айының ортасынан бастап тұтқындалған Қазақстанның тұңғыш президентінің жиені Қайрат Сатыбалдыға жақын ақын, айтыскер ақын ретінде танымал. Оны ұстау кезінде тергеу органдары Сатыбалдының қаңтар оқиғаларына қатыстылығын тексеретіндерін мәлімдеді. Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет оның бұрынғы жұбайы Гүлмира Сатыбалдыға қатысты бизнесті рейдерлік басып алу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізуде. Фейсбукте Қайрат Сатыбалды Тазабектің көкесі деген ақпарат бар. Тазабек болса бұл достықты жоққа шығармайды. Сатыбалды тұтқындалғанға дейін жазылған сұхбатында Тазабек оны аға деп атайды. Оның айтуынша ол бизнесменге халықтың рухани әл-ауқаты мен мәдениетін дамытуға көмек сұрап жиі жүгінген. Ол қазақ айтысы үшін көп еңбек етті, айтыскерлердің бәрі оған риза деді Тазабек. Біз әлемде және Қазақстан жаңалықтар жайында шындықты айтамыз. Лайк, коммент арқылы көмектесіңіз. Жазылуды ұмытпаңыз. Бұл арна үшін сіздерден ең үлкен көмек.